Өсіп достар, сіздермен бірге мен Нұрид. Бұл видеоны көбілеріңіз күттіңіздер деп ойлаймын. Бүгін бізде сұрақ жауап. Мінекей сұрақ жауапты наконец-то түсіретін болдым. Яғни YouTube сообществомда мен дейтін бір сұрақ қалдыр деген запись шығарып кеткен едім. Сол запистің астына шамалы сұрақтар келді. Дәл қазір мен соларға жауап беретін боламын. Және де достар, мен қызың бар ма, қай жақта тұрасың, жасың нешеде, қай жылысың деген сұрақтардың кейбіреулерін алып тастадым. Көп сұрақтар сондай болды. Мен сіздерге жақсы, нормальный сұрақтар қой дегенмін. Қойылатын нормальный сұрақтарға дәл қазір сіздермен бірге жауап беріп өтейін. В общем, кеттік соларға жауап берейік. Және де мен шашымды алғам, байқадыңыздар ма? Так, достар, енді біз дәл қазір бірінші сұрақты оқиық. Бірінші бізде шоу ноудан кепті. Шоу ноу деген ба, брат, мен сенің хейтерің, так что сразу дизлайк. Окей, дизлайк бастың деп ойлаймын. Мен шын өмірде көрсең не істейсің? Аллах. Айрам. Келесі, мысықтарды жақсы көресің ба? Әрине мен мысықтарды жақсы көремін. Біздің үйде бір мысық асырағанбыз. Сол достар, бір аптаға жетпей ол ауырып өліп қалды. Мінекей онымен мен тек бір-ақ селфи жасап үлгердім, көрдіңіздер деп ойлаймын. Яғни ол кішкентай мысық емес, марғау болатын. И ол өкінішке орай жоқ қазір. Хейтерлерге көзқарасым мен ешқандай емес. Просто мен оларға ештеңе демеймін. Жаман коммент жазса да мен оларға тек қана мән беремін. Өйткені олар менің видеомда дизлайк басып рекомендацияға түсіру үшін комментарий жазады. Олар мені танымалады. Білесіздер, олар маған ақша келеді. Так что хейтерлер, мен сендерді жақсы көремін. Келесі сұрақ, қызың бар ма? Қызым жоқ. ютубқа қай жылы келдің? 2019-дың 22-ші ма? Жоқ, 2019 жылы 23 наурызда келдім. Яғни жақында каналға бір жыл болады. Келесі сұрақ, арманың туралы айтып бер. Менің арманым... Сенің арманың орындалсын деп тілеймін. Рахмет. Неше жастасың? 14-темін. Дарын деп сәлем жолдаш. Дарын сәлем. Шығыс Қазақстан жалынды сәлем деп жолдаш. 100-ға жетіп тілектеспін. Рахмет. Шығыс Қазақстан сәлем. Келесі сұрақ, сен қуасың ба? Мен мистер прикольчик емеспін. Сен неге Темірланды жеп көресің? Темірланды мен жеп көрмеймін. Просто достар, мен кішкене хайпавать етейін деп Темірлан жайлы видео түсірдім. Өтініш, оларға дұрыс көзқараспен қарайсыздар деп ойлаймын. Өйткені мен ешқандай жаман ойым болмады негізінде. Маған сәлем жолдаш Нұрқанат деп. Нұрқанат сәлем. Келесі сұрақ бізде Джейзиден келіпті. Қызым бар ма? Қызым жоқ. Неге ютубқа келдім? Мен просто ютубқа дейтін өзім бір қызығушылығым пайда болып кетті да, осы ютуб канал ашайын деп шештім. Тапсырма орындаушы шыға ма? Жақында тапсырма орындаушы шықпайды, келесі айда мүмкін. Маған сәлем жолдаш Нұрислам деп. Нұрислам сәлем. Келесі орта Раймерден кетті, менің сүйікті подписчиктерім бірінен. Ютубта қашан кетесің? Армандақсың, мен ютубтан ешқашан кетпеймін. Қандай әндер тыңдайсың? Достар, мен дейтін кей-поп, хип-хоп, рэп тыңдамаймын. Американский стильде жасалған типа андай, қалай айтсам, EDM сияқты әндер бар емес. Сериал көресің бе? Достар, мен сериал көріп жүрмін. Дәл қазір мен Ривердейл деген бір керемет сериал көріп жүрмін. Қазір мен 3-ші сезонның 10-ші сериясына келдім. Монтажға примерно қанша уақыт кетеді? Осы видеоға примерно 1,5-1 сағаттай. ФФ ойнайсың ба? Қаншаншы левел? ФФ ойнаймын. Free Fire'дан левелім 50-ден жоғары. Қанша уақыт телефонда отырасың? Примерно есептейік, мен 1,5-да сабақтан келем, екілерде сағат 3,5-ға дейін 3 сағат өтеді. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Где-то 7-8 сағаттай күніне. Сәлем, Макс Корс, сәлем. Футбол, баскетбол көресің ба? Жоқ, мен ондай спортқа қызықпаймын. Бұндай спорт түрлеріне, футбол, баскетбол. Бірақ мен баскетбол ойнаған жақсы көрем. Мирас Махамеджан, ютубқа не мақсатпен келдің? Ютубқа мен дейтін осы ютуб каналымды дамытып, қазақ ютубын дамытып, және де мани. Келесі, Free Fire ойнайсың ба? Әрине ойнаймын. Қандай ойындарды ұнатасың? Әрине. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Және Free Fire. Ютубты кімді көп қойрайсың? Ютубта кімді? Мен ютубта бұлай сүйікті ютуберім жоқ. Мен тек ютубқа көп көрмеймін. Мен өйткені мүлдем уақыт болмайды. Ютубта тек бірдеңке керек болғанда бірдеңке іздеген кезде ақ кіріп бірдеңкелер көремін. Және де кейде ғана бір ютуберлерді көремін. Дизайнерің бар ма? Дизайнер маған керек емес, өйткені мен өзім мына алтын қолдарымен істеймін. Қиын болмаса маған сәлем жолда. Мирас сәлем. Маған ақша лақтыршы.
лақтыратын просто сен киви номер не болмаса Каспий голдың жазып кетуің керек. Дәл қазір маған ВК-ға жаз, мен сізге саған 10 мың не болмаса 20 мың теңге лақтырып жіберемін. Темурлан Болат неғып бесит саған. Айттым, Темурлан Болат маған ешқандай бесит, Темурлан Болатқа мүлдем қатысым жоқ, ол маған ештеңе істемеді. Просто мен просмотр жинау үшін және арнамды дамыту үшін типа сол жайлы түсірдім. Так, келесі Рамазаннан келіпті. ютубта қашан аштың? 2019 жылы 23 наурызда. Сәлем жолдашы. Қотыргәндік. Мен ба қотыргәндік? Бұл не сөз қотыргәндік деген? Вообще білмеймін. Жарайды, Рамазан, сәлем. Влог неге түсірмейсің? Жақында түсірем, күтіңіздер. Брат, серьезный босс, сосын детский мозги бол. Блин, мен негізі өмірде өте серьезный, нормальный адам. Просто мен YouTube контент үшін, сіздерге қызық болу үшін өзімді қуып, мозгамды теппей, бірден кесіп қуып, әтеге қызық болу үшін сөйтіп айтамын. Негізі мен серьезный адам. Так, сұрақтар жалғастырамыз. Қасым KZ. Адамды қандай жағдайда кешіре алмайсың? Егерде адам сатып кетсе, мен оны кешірмеймін. YouTube'тан ең көп тапқан ақша. Мен әзірге YouTube'тан ақша таппаймын. Егер де сен мен ақша тапқан қаласаң, әрине мен арама тіркеліп лайк бассаң, мен қаражат аламын. Free Fire'ға қанша алмаз донат еттің общий? Мен бір рет пропуск алдым, 400 кристалл болады, 600 кристалл максимум донат жасаған. Ең жақсы көретін тамағың? 5 бармақ және де манты. Маған сәлем жолда Қасым деп. Қасым, брат, сәлем. В общем, достар, мінеке сұрақтар бітті. Яғни тағы мен 5-6 сұрақ қалдырып кеттім. Өйткені ол сұрақтың бәрі қаншадасың, қызың бар ма, қай жақта тұрасың деген сұрақтар болды. Және де достар, осындай деген керемет деген видео болды. Егер ұнаса, әрине лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Осындай керемет видео болды.